Оларда жамансың деп көкірегінен итермеуіміз керек. Бір қазақ жаман болса, біздің де кінәміз бар екенін біз ескеруіміз керек. Сондықтан мешіттің де мәселелерін енді біз зайыр мемлекет болғаннан кейін мемлекет мешіттің жаңағы діннің мәселесіне, дін мемлекеттің мәселесіне араласпайды деп заңды жүзде шегелеп айтылғанмен де соған бір араласатын күн туды деп ойлаймын. Себебі мешітке баратын жастардың дені әртүрлі секталарға кіріп жатса, ол қоғамға теріс әсерін тигізіп жатса, неге мемлекет онымен араласпау керек? Ол ішкі саясатқа кері әсерін тигізіп отыр ғой. Енді мешіттегі де имамдардың да айтатын уағызы да 99% араби насихат, араби мәдениет. Бірде-бір өзім барған мешіттерде қазақтың ғұламаларын, қазақтың даналарын мысал ретінде келтіретін мешіт кемдеген, имам кемдеген, мешіт демей-ақ қояйын, мешіт Құдай дүние ғой, жалпы тұлғаларға қатысты, имамдарға қатысты. Бірнеше ретте айттым да мен, ағайындар, сендер неге тұнау арабтың мәдениетін бізге айта бересіңдер, неғып сендер біз қазақтың мәдениетін айтпайсыңдар? Сендер тыңдап қараса, мен бір қараңғы үңгірдің ішінде, бір қараңғы қапастың ішінде өмір сүрген сияқты бабаларым. Ал сайып келгенде осы ислам өркениетіне, ислам мәдениетіне менің түркілердің, мен бабаларымнан артық адам үлес қосқан жоқ сияқты осы ислам дініне. Бір арабилер бір азылмас, бір дін сояқтан пайда болды демесең, басқа не оларда? Қарайған ғұламалар, қарайған білімділер, ілімді адамдардың бәрі осы түркілерден шыққан. Қазақтардан да шыққандар да бар ішінде. Сондықтан осыған келгенде кішкене бір қазақи мәдениеті дәріптеңдер деп біз айтып жатырмыз. Бірақ енді осы мәселе аға буын өкілдерінен бір болса сөздер салмақтылау бола ма деп ойлаймын ғой енді. Сондықтан осы біздің балаларымыздың сектаға кіріп жатқанында содан шығар деп ойлаймын. Жалпы ұлттық құндылықтарымыз насихатталмағаннан, тіпті ең азы жаңағы көйлек жаулықты қалай киерін білмеген қыз қарындастарымыз арабтың басқа жат жұрттықтың жаңа киім үлгісін еліктеп кетіп жатыр. Ал ол жаңағы ұятты жерін жабу деп қазақта жоқ деп кім айтты? Бізде бар. А неге оны кимейді? Неге басқаны киеді? Бәлкім біз бермейміз оны. Біз насихаттамаймыз. Ол іздейді. Ол мына сана толу керек, рухани сосуд толу керек. Ол толады ол. Мәселе немен толады? Және кім толтырады? Сода. Ол қазіргі ақпарат, миллиондаған ақпарат тасқынының заманында ол бірден толтырып алады ол. Сен бермесең басқа біреуден алады. Үйдегі балаға тамақ бермесең ол ұрлыққа барады ғой. Сол сияқты қоғамдағы адамға да біз рухани азық бермесек, ол басқа жақтан барып біреудің жүгінісінен тамақ жейді. Содан ол бұзылады. Бұзылғаны бір бөлек, ол өзіңе қарай